Баршаңызға сәлем. Бүгін біз картоптан пюре жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін суымызды бір ыдысқа құйып, қайнатып аламыз. Және шым-шым тұз қосамыз оның ішіне. Жақсылап қайнау керек. Одан соң картопымызды сыртын жақсылап ашып аламыз. 2 рет жақсылап жуамыз. Суымыз қайнады, осыған ашыған картоптарымызды саламыз. Қайнамай тұрған суға салып қоймаңыздар. Қайнаған суға саласыздар. Сонда өте дәмді болып шығады. Картоптың өзінің дәмі өзінде қалатын болады. Үйістіп піскенше пісіріп аламыз. Піскеннен кейін жарты суын төгіп тастаймыз, жарты суын қалдырамыз. Сүт қосамыз 50-70 мл, сары май қосамыз 2 үлкен ас қасық. Содан соң жақсылап еземіз. Блендер болса, блендермен де езуге болады. Өте дәмді, картоптың өз дәмі өзінде қалады. Үйістіп жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар.